Сәлеметсіздер ме? Қыста таптырмайтын витаминге толы қызылша салатын жабатын боламын. Бұл салат өте керемет дәмді болып шығады. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді салаттардың бірі. Ол үшін алдымен қызылшаны жуып, тазалап, түркідан өткізіп аламыз барлығын. Қызылша қажет, және капуста қажет, шегілген помидор, ащы бұрыш, чеснок, петрушка, укроп, қара бұрыш қажет. Енді алдымен қазанға жарты литр сұйық майды қойып, пияз қажет. Пиязымызды турап қып-қызыл етіп 5 минут қуырып аламыз. Одан кейін екінші капустаны салып, оны 10 минут қуырып аламыз. Бұл жерде пияз, капуста қуырылған жері видеоға түспей қалыпты, айып етпеңіздер. Үшінші қызылшаны салып қуырып аламыз. Және де үстіне шегілген ет тартқыштан өткізілген помидорды құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ет тартқыштан өткізілген чеснокты саламыз. Қызыл ащы бұрыш саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де шекер салатын боламыз. Петрушка, укроп саламыз турап. Енді барлығын жақсылап араластырып, біркелкі етіп араластырып аламыз да, бетін жауып, 45 минутқа жай отта бұқтырып аламыз. Міне салатымыз дайын болды. 45 минутта. Банкілердің барлығын жуып тазалап, алдын ала булап, қақпақты да булап, тазалап дайындап аламыз. Міне банкілер буланып дайын болып тұр. Енді қызылша салатын салып, банкіге орналастырамыз. Төменге описаниеге барлық килограмм өлшемін жазып қоятын боламын. Менде бұл рецептпен 2 литрлік банкадан 3 банка салат шықты.
Міне салаттарымызды салып алдық банкаға. Енді бетіне 5-6 тамшы уксус тамызамыз. Енді жапқышпен қақпағын жауып шығамыз. Банкаларды бір күнге төңкеріп қоятын боламыз. Міне осымен салатымыз дайын. Өте керемет, дәмді, ерекше салат.